Ассаламу алейкум, құрметті студенттер. Дін маманы шариғатты уағыздауы, шариғатты жеткізуі міндетті. Аллах Тағала Құранда айтқандай: "Уәлтакум минкум умматун", сендердің араларында бір үммет болсын, бір топ болсын, бір адамдар болсын деген, я, жақсылыққа бұйыратын және жамандықтан тыятын деген. Сондықтан бұл аят ең бірінші орында дін маманына қатысты. Дінді үйренген, дінді терең оқыған адамдар дінді жеткізуі міндетті болады. Олай болса, ол дінді тиімді жеткізе алу үшін оның бойында ораторлық қасиеттер болу керек. Сондықтан оратор дегеніміз кім? Міне, слайдқа қарасаңыздар, оратор дегеніміз көпшілік алдында еркін сөйлей білетін, һәм көпшіліктің сенімінен шыға білетін шешендік қабілеті бар тұлға. Демек, ол адам еркін сөйлей алу керек. Адам өзінің айтып отқан сөзін елге жеткізе алу керек және сендіре алу керек. Осындай бір жағдайды кезіккем. Бір жерлерде бір уағыз айтып болған кезде, бір кісілер айтады: "Осы сіздің сөзіңіз өтімді", дейді. "Көп нәрсені түсіндік", дейді. "Бір кейбір имамдар бар", дейді. Бір ақсақалдың айтып отқан сөзі. "Кейбір имамдар бар", дейді. "Өзінің не айтып отқаны өзі сенбейді", дейді. Бұл неге осындай әсер қалдырған? Ол имамдар сенбейді деген сөз емес, ол сенеді өзінің айтқан сөзіне. Бірақ жаңағы адам неге сондай әсер алып отыр? Себебі сол имамның бойындағы кейбір ораторлық қабілеттің болмағаны, дұрыс жеткізе алмағаны. Түсініңіз ба? Сондықтан бұл өнер қазіргі таңда өте маңызды. Сондықтан ең басты тапқан мәселе, көпшілік алдында сөйлегенде қаншалықты салмақты көрінсеңіз, сізге деген сенімде соншалықты жоғары болады. Демек, сыртқы келбет өте маңызды. Бізде сөз бар, я? Мынандай бір тәмсіл бар. Киіміне қарап қарсы алады, ақылына қарап, немесе сөзіне қарап шығарып салады. Демек, адам баласын сөзінен бұрын ең маңызды атрибуты ол оның бейнесі, оның көрінісі, сыртқы бейнесі. Сондықтан сыртқы бейне, әсіресе дін уағыздаушы, адамдарға жақсылықты үйретуші маман, оның киімі сол сөзіне сай салмақты болу керек. Салмақтылық. Мысалы, елестетіп көріңізші өзіңізге, көзіңізге. Үстіне жұпыны киім, немесе лас киінген, үсті май болып тұрған бір киім киген бір адам сізге келіп тазалық жайында насихат айтып тұрса, оның сөзі өте ма? Өтпейді. Немесе үсті мұжылған, киімі жыртылған адам келіп сізге ұқыптылық жайында ақыл айтып тұрса, ол сізге өте ма? Өтпейді. Неге? Өйткені оның сөйлеп отқан сөзі мен сыртқы келбеті сай емес. Демек, сыртқы келбет өте маңызды. Барлығымыз білеміз, Жәбірейіл алейхиссалам пайғамбарымызға келген кездегі бейнесі. Сонда Омар радиаллаху анху сипаттағанда қалай сипаттаған? "Шадиду баяды сияб, шадиду сауади шар", дейді. Естеріңізде ме бұл хадис? Киімі әппақ болған, шашы қап-қара болған, дейді. Бұл нені білдіреді? Сонда ең хадистің соңында пайғамбарымыз не деп айтқан? Ол кім еді дейді? Ол Жәбірейіл еді. Сіздерге діндеріңізді үйрету үшін келді, дейді. Демек, Жәбірейіл алейхиссалам сол кезде бізге дінімізді көрсетіп үйрету үшін келген. Ол тек қана сөзбен емес, бүкіл тұла бойымен, іс қимылымен дінді көрсетіп тұр. Жәбірейіл алейхиссаламның осы киімі арқылы біз нені түсінеміз? Ғалымдарымыз айтады, демек, қай бір мұсылман көпшіліктің алдына барса, бір мұсылман бауырларымен жүздесуге баратын болса, ол сыртқы көрінісі үлкен мән беру керек екендігін түсінеміз бұл хадистен, дейді. Түсініңіз ба? Тазалықты түсінеміз, дейді. Шашының қою қара шашты болу деген сұлулығы оның. Тазалығы, ұқыптылығы осы жерде жатыр. Сондықтан сыртқы келбет бұл өте маңызды.
Осыған байланысты мен бірнеше суреттерді сіздерге көрсеткім келеді. Имамдардың ақ шапаны. Ақ шапан, ақ сәлде бұл үлкен сенімділікті ұялатады. Жалпы ақ түс деген түс, ақ түс жалпы адамға сенімділік ұялататын түс. Ақ шапанды киіп, сіз сөз сөйлеген кезде халықтың алдында әсер басқаша болады. Салмақты болады сөзіңіз. Ал енді шапансыз бір үстіңізге спорт киім киіп алып уағыз айтып тұрсаңыз, жаңағы шапанмен айтқандай әсер қалдырмайды ол. Түсініңіз ба? Киімнің, сыртқы келбеттің әсері осындай. Имамдарымыздың біздің киімі, шапаны қандай жарасымды және үйлесімді. Иә? Сондай-ақ президенттеріміздің киіміне қарасаңыздар, салмақтылық бар ма? Салмақтылық бар. Мынау бір суретті тауып алдым. Қарасаңыздар, имам және әкім. Екеуіне де қарасаңыздар, өз мамандығына, өзінің саласына байланысты ұқыптылық, салмақтылық, жинақылық көрініп тұр. Мен осы суретті не үшін таңдадым? Мына имамның шапанына қарасаңыз, сәлдесі де, шапаны да бәрі ұқыпты, жинаққа көрініп тұр ма? Бізде көп жағдайда кейбір ағаларымыз шапанды киген кезде жинақы емес киеді. Алдыңғы түймеленбеген, бір шапаны былай қарай, шеті былай қарай салбырап, екіншісі былай қарай көтеріңкі, немесе жаңағы желге ашылып тұрады деген сияқты. Бұның барлығы мына адамға әсер етеді. Ол адам өзі түсінбеуі мүмкін, бірақ тыңдаушыға ол үлкен әсерін береді. Өзінің бір әсері бар. Ал егер ұқыпты болып тұрса, жинақы болып тұрса, ол сенімді болып көрінеді. Адам ол сондай адамға сене бастайды, сөзіне сене бастайды. Сыртына көре салып бірден адамның миында ол орналасқан нәрсе, сенімділік бірден пайда болады. Сондықтан осындай мұсылман адам жалпы осылай жинақы жүру керек. Ораторларды қарасаңыздар, міне. Бауыржан Момышұлы бабамыз. Бауыржан Момышұлы қаншама мыңдаған солдаттың алдында өзінің сөзін өткізе білген, ол үлкен оратор болған кісі. Ал оның үлкен бір себебі оның киімінде, киімінің жинақылығында. Байқап отырсыздар ма? Жалпы кез келген қолбасшыларды қарасаңыздар, киімдері жинақы болады. Бүкіл түймесін, басынан аяғына дейін түймесін түймелеп жинақы тұрады. Ол тәртібі сондай. Оның өзіндік әсері бар. Ердоған, Түркия президентін білесіздер. Режеп Ердоған мырза, қарасаңыздар, бұл кісі мыңдаған халықтың алдында шығып, өзінің сөзін бірнеше сағат бойы халықты тапжылтпай сөйлей алады. Өздеріңіз байқаған боларсыздар. Сондай-ақ Стив Джобс, иә? Бұл кісілерде көптеген мыңдаған адамдардың алдында сөйлеп, өздерінің ұсынған тақырыбын жеткізе алатын, халықты өзіне қарата алатын үлкен тұлғалардың бірі. Бірінші, көпшілік алдында шығу мәселесінде. Енді сіз көпшілік алдына шыққан кезде қалай шығуыңыз керексіз? Асықпай жүру ең бірінші, ең маңызды нәрсе. Мысалы, сіз бір құдай табақтасыз. Имамға бір сөз берейік деді. Немесе осындай бір жиындасыз. Сахнаға имамды шақырды, ұстазды шақырды, діни тақырыпта. Ешқашан сахнаға жүгіріп шықпау керек. Түсініңіз ба? Жүгіріп шықпау керек. Өйткені жүгірген адам байқамай не істеуі мүмкін? Сүрініп, шалынып қалуы мүмкін әбден. Сондықтан асықпау керек. Асықпау керек деген кезде екі аяқты ашпай, ақырын жүру керек деген сөз емес. Сенімділікпен, өзіңізге сенімді түрде аяғыңызды алшақ басып, кәдімгідей асықпай осы жерге келе білу керек. Бұл бір. Жүрген кезде бойыңызды тік ұстаңыз. Тұра салысымен сіз мысалы көпшіліктің алдында отырсыз. Немесе сіз имамсыз. Тұрдыңыз, хұтбаға шығып барасыз. Сол көпшіліктің алдында киіміңізді жөндеп, шапаныңызды дұрыстап, бүйтіп
түймеленіп шығып бара жатсаңыз, бұл сол жерден бастап адамдардың ішінде сізге деген сенімсіздік азая бастайды. Өйткені сіз дайын емессіз. Сіз оған дейін дайын болыңыз. Көпшіліктің алдында киіміңізді бүйтіп, сыпаланып, бүйтіп тұрмауыңыз керек. Киіміңізді жөндеп, сіз соған дейін дайын болуыңыз керексіз. Түсіндіңіз ба? Сонда шыққан кезде тік, бойыңыз тік ұстаңыз, тік шығыңыз. Кейде мен бұлай жас мына ұстаздар бар, мешіттерде қызмет ететін, жас имамдар бар. Мен сонда жүрістеріне қараймын да таңғаламын. Мүмкін жақсы ойлауға тырысасың. Бәлкім бір үлкен кісілермен көп жүргеннен кейін жүрістері де соған ұқсап қалған шығар деп. Өзі жас жігіт, бірақ қарасаңыз, екі иық төмен деп кетіп бара жатады. Екі жаққа қарай қисайынып. Жасы 30-да, 25-тен асқан жігіт. Үлкен кісі, қарт кісі болса, онда түсінер едік. Жүріс әдемі болу керек. Жүрістің өзі әсер береді көпшілікке. Сонда асықпай жүру. Сенімді түрде қарау. Халыққа қарау. Уағыз айтушы адам міндетті түрде қарау керек. Ол жайында тағы да бір түсіндіретін боламыз. Яғни сіз мысалы сахнаға шықтыңыз, сөйлеместен бұрын бірінші қараңыз. Көз байланыс. Сіздің үш тарапыңызда немесе жан-жағыңызда адамдар бар. Болмағанда мына жақтан бір адам таңдаңыз, соның көзіне қараңыз. Алдыңызда бір адам таңдаңыз, көзіне қараңыз. Көз байланыс болсын. Түсіндіңіз ба? Үшінші жаққа қараңыз, бір адам табыңыз, қараңыз көзіне. Өйткені көз байланыс болмаса, ол сізді тыңдамайды. Түсіндіңіз ба? Сондықтан сенімді болу керек. Қараған кезде де сенімді. Сөз бірден сөйлеп кетпеңіз, бір шықтыңыз. Ассаламу алейкум. Микрофоныңыз қолыңызда. Ассаламу алейкум. Немесе баяндамаңыз бірден бастап кетіңіз. Микрофон ұстап алып, бір. Бұл дұрыс емес. Ораторға тән қасиеттер емес болар. Ол сенімсіздік. Өзіне сенімді емес ол адам. Одан кейін сенім түрде қадам басу деген жаңа біз түсіндіріп кеттім. Келесі мәселе, мына жерде қараңыздаршы. Мына суретті. Қалай сенімді келе жатыр? Бойда сенім бар. Ешкімнен қорықпайды. Тұру, халықтың алдына тұрған кезде, көпшіліктің алдына тұрсыз. Жалпы негізі, мына халықтың алдына еркін тұру еш нәрсесіз. Бұл ол адамның ашық екенін көрсетеді. Ол адамның халыққа ұсынатын нәрсесі көп екендігін білдіреді. Ал көбінесе халықтан қорыққан адам бір нәрсенің артына тығылады. Не алдына стол қояды, не мынау сияқты бір турбинаны қояды, сөйтіп жаңа ішіне бір нәрсені тығып қояды, соны оқиды. Енді көп жағдайда, әрдайым емес. Ол сенімді адамдарды шыға береді трибунаның алдына. Жалпылама айтқанда. Сондықтан халықтың алдына шыққан кезде еркін тұру. Тұру деген қалай болу керек? Біріншіден, мына мәселеге қалай? Қараңыздар. Екі аяқтың орналасуы. Міне, халықтың алдына шықтыңыз. Сіз дін уағыздаушысыз. Иә? Ал егер сіз былай тұрсаңыз. Сіз көшеге барып, проблема шешуге келіп тұрған жігіт емессіз. Сіз халыққа дін, әдептілікті үйрететін, жақсылықты үйрететін адамсыз. Немесе тым қатты былай жинап болмау керек. Екі аяқты бір-біріне қосып алып. Өйткені сіз былай тұратын болсаңыз, сіз ұзаққа бармайсыз. Ары кетсе бір 10-15 минут тұрасыз, одан кейін аяғыңыз тала бастайды. Ал сізге әлі 1 сағат сөйлеу керек. Сондықтан екі аяқ орташа. Адамның денесінің, иығының көлеміндей дейміз ғой біз. Болу керек. Және мынау осындай қарапайым тұрыс, сіз шаршамайсыз. Бір аяғыңызға қарай кішкене басымдық бересіз, сөйлей бересіз. Одан кейін бір екінші аяққа қарай басымдық бересіз, сөйлей бересіз. Оны мына алдыңызда отырғандар байқамайды да оны. Аяғыңызда талмайды. Ұзақ тұрасыз. Сондықтан аяқ еркін тұру керек. Түсіңіз ба? Немесе мынандай нәрселер болмау керек.
Бұл нені білдіреді? Кейбір адамдар көпшіліктің алдына шыққан кезде, мысалы бізде сабақ айтатындар бар, студенттеріміздің ішінде тақтаға шығарсаң, енді бүгін енді айтайын деп тұрған нәрсем деп билеп тұр. Ол не деген сөз? Оның табаны жанып тұр қазір. Ол қашуға дайын. Отыр десе, бірден жүгіріп барып отыруға дайын тұрған адам. Сенімсіз ол өзіне. Сенімді емес, айтатын сабаққа дайындығы аз, айтатын нәрсесі аз, не айтам, тезірек отырсам екен деп тұрған адам. Сондықтан тұру халықтың алдында, еркін тұру, бұның барлығы тыңдаушыға үлкен әсерін береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, мен не үшін бұны айтып отырмын? Өйткені сіз уағыз айтушы адам халыққа көрініп тұру керексіз. Халықтың алдында көрініп тұру керексіз. Пайғамбарымыз алғашқы уақытында хутба оқығанда ненің үстінде оқыды? Діңгек. Білесіздер бе? Жизір. Ағаштың діңгегі. Соның үстінде тұрып айтатын. Кейін сахабалардың саны көбейген кезде олар не істеп берді пайғамбарымызға? Мінбер жасап берді. Неге ол мінбер не үшін қажет? Өйткені сәл биіктеу шығу керек, көбірек адамға көріну үшін. Тіпті пайғамбарымыздың түйенің үстінде тұрып уағыз айтқаны бар. Әскердің алдында. Ал қоштасу қажылығында мыңдаған сахабалар келген, 100 мыңдаған сахабалар келген кезде рахма деген таудың үстіне шығып уағыз. Неге оның бәрі? Көріну керек. Сөйлеуші адам халыққа көріну керек. Түсініңіз бе? Көрініп тұру керексіз. Сонда ол әсер береді. Әсері көбірек болады. Ал біздікі кейбір бауырларымыз мінбердің санын санап атады. Пайғамбарымыз мінбері 3 саты болған екен, 3 саттан аспау керек екен. Буквализм. Мәселе сатының, мінбердің сатысының санында емес. Ол емес мәселе. Мәселе ол халықтың алдына шығып көріну. Түсініңіз бе? Маңыздысы сол. Пайғамбардың әсер беруі халыққа. Одан кейінгі мәселе кеуденің бейнесі. Мына кеуде түзу болу керек. Мына иық жиналып өсіп тұрсаңыз, сізге сенбейді ешкім. Кеудеңіз тік. Тік. Осындай тұрыс. Сонда осыны әдетке айналдыруымыз керек. Қалай? Мысалы, мынандай бір қабырғаға барасыз, осылай тұрасыз, иығыңыз тигіңіз, басыңыз тигізіңіз да, осылай шығыңыз. Жүріңіз, осылай өзіңізді дағдыландырыңыз. Ұмытып қаласыз, қайта мынандай болып қаласыз. Сұрақ белгісі. Есіңізге түсіріңіз қайтадан, барып, өзіңізді осылай тәрбиелеу керексіз. Сіз жас жігітсіз. Сондықтан иық түзу болу керек. Сонда ол адамға деген сенім де көбірек болады. Ол халыққа да ұнайды ол ондай адам. Бұл маңызды. Одан кейін екі қолдың орналасуы. Мына қол қалай тұру керек халықтың алдында тұрған кезде? Бұлай ма? Бұл өтпейді. Бұлай да өтпейді. Футболда емессіз. Бұлай да өтпейді. Халықтың алдында. Бұл әдепсіздік. Халықтың алдында осылай сөйлеу. Түсініңіз ба? Мынау бұл да өтпейді. Өйткені бұл нені білдіреді? Жабықпын мен. Жабықпын. Түсініңіз ба? Ашық болу керексіз. Сондықтан қол жаныңызда қарапайым тұрыс. Тым қатты былай жинап болмау керек. Жұдырықтап, немесе түп түзу емес былай. Бас бармақпен мына сұқ саусақтың ұшы жақындап тұрса бір-біріне, бұл қарапайым тұрыс дейді. Бұл адамның табиғи тұрысы осы. Түсініңіз ба? Бізде көп әдет, мен байқаймын, көп мына мамандар, дін мамандарына енді намазда өсіп тұрады ғой енді. Соны әдет қылған. Осыны әдет қылған, шықса міндетті түрде өсіп тұрады. Бір кезде бір тойда имамдар сөз сөйледі. Қарап тұрмын сыртына. Бәрі қатар тұр, бәрі бейт тұр.
Қазана алдынан біреу доп деп иініп тұрған сияқты. Бәрі осылай. Сыртынан қарағанда әдемі емес. Түсініңіз ба? Сондықтан еркін болу керек дұрыс. Басты түзу ұстау мәселесі бұл өте де маңызды. Мына бас өсіп тұрсаңыз, міне, төмен тұрса, ұрсамыз ба? Әңгімең бар ма деген сияқты. Бұл жараспайды. Немесе кейбір адамдар иығын көтеріп қойып сөйлейді. Қалай жағдай? Жақсысыздар ма? Қай курстансыздар? Деген сияқты. Өйткені бұл кішкене тәкаппарлыққа ұқсайды. Мына иегіңіз жердің деңгейімен осы ұстау керек. Осылай сөйлеу керек мұсылман адам. Қарапайым болу керек қой мұсылман адам. Пайғамбарымыз қарапайым болған. Сондықтан көпшіліктің алдына шығып отқан қанша жерден сіздер, Құдай Алла қаласа, сіздер болашақ имамсыздар, болашақ дін маманысыздар, болашақ ұстазсыздар. Әрдайым кішіпейілдік деген нәрсені ұмытпау керек. Қазақ атам не дейді? Ұлық болсаң, кішік бол дейді. Кішіпейілдік деген нәрсені ұмытпаңыз ешқашан. Визуалды байланыс, көз байланысы, мен жаңа түсіндіріп кеттім ол жайында. Бұл көз байланыс деген өте маңызды. Өйткені адам ең бірінші мына көзбен байланыс жасап, содан кейін барып сөйлеседі. Сонда ол сізге тыңдайды. Ал егер сіз, мысалы, кейбір студент кезімізде еститінбіз. Бұлай деп айтатын. Енді уағызға шықсам дейді, жұма намазына дейді. Бір нүктені тауып ал дейді. Сөйтті де сөйтіп уағыз айта бер дейді. Ол өтпейді. Сол нүкте ғана сіз тыңдайды. Қалған тыңдамайтын болады сізді. Сіз радио боласыз. Бір сарын сөйлеп отқан. Сондықтан сізді тыңдасын десеңіз, бірінші көз байланыс жасау керек. Қарау керек сізге. Бәріне қарау керек. Енді алғашында сізге қиын болуы мүмкін ол нәрсе. Сол үшін жаңа мен айтқандай, оң жағыңызға бір қараңыз. Алдыңызға бір қараңыз. Сол жағыңызға бір қараңыз. Осай, кезек-кезек алмастырып отырыңыз. Сөйлеген кезде осы кезек-кезек алмастырып отырыңыз. Сонда жан-жақта отырған адам әрқайсысы сізді тыңдап отырады. Мені қадағалап отыр дейді. Артық қимыл жасауға қорқып отырады. Өйткені ол әрқайсысы мені көріп тұр деп сезеді. Көз байланыс болғаннан кейін ол сізді не істейді? Тыңдайды. Түсініңіз ба? Көз байланыс өте маңызды. Жестикуляция. Мына пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям халықтың алдында сөйлеген кезде қол қимылы өте көп болған. Пайғамбарымыз тіпті ат-тақуа ха-хуна деп сұқ саусағымен жүрегін көрсеткені жайында риуаяттар бар. Немесе екі мұсылман не дейді? Яшудду ба'духума ба'дан деп саусақтарын бір-біріне айқастырған деген нәрсе бар. Екі мұсылман жаңағы құрылыс ғимарат сияқты бір-бірін қуаттайды. Немесе жаңа менімен бірге болады деген сияқты, қиямет және мен деген сияқты осындай бір ишаралар болған пайғамбарымызда. Осы мынандай жестикуляция, бұның барлығы адамдардың санасына айтып отқан нәрсенің тез жетуіне, оңай жетуіне үлкен үлесін қосады. Түсініңіз ба? Сондықтан бұл өте маңызды. Қол жоқ болмау керек. Қол алда, көрініп тұру керек қол. Сол қолыңызбен сіз әрекет жасайсыз. Бұның бәрі мағынасы бар. Оның арнайы курстары да бар. Жесттің арнайы курстары бар. Мысалы, сізге біреу айтуы мүмкін. Сен осы жерде отыра бер. Сендер тыныш отырыңдар. Мынау жест, бұл көбінесе үстемдікті білдіреді. Сенен жоғарымын мен, сен менен төменсің. Осы жерде отырыңдар. Немесе жаңағыдай, мен саған әлі көрсетем. Мынау кәдімгідей өзінің үстемдігін, ана адамды менсінбеу, ода төмен санау, бір сондай нелерді білдіреді, белгілерді білдіреді.
Сондықтан ал егер айтсам, сіздің есіміңіз кім десем, сіз осы жерде отыра беріңіз. Сіз орныңыздан тұрмай-ақ қойыңыз. Сол жерде отыра беріңіз. Бұл ашқа алақан құрмет. Сізге деген құрмет. Мен сіздерді құрметтеймін. Сондықтан жестің өзі үлкен мағыналары бар. Сонда халықтың алдына шыққан кезде осы нәрсеге мән беріңіздер, түсіндіңіздер ме? Халықтың алдына шығып алып, құрметті жамағат деп тұрсаңыз, бұл құрметсіздік болады жамағатқа. Құрметті деген сөзіңмен, мына ісің, мына жестіңіз сәйкес келмейді. Осы нәрсеге мән беру керек. Бір сөз, бір қимыл. Міне, көшбасшының шешендік өнері осы дейді. Бір сөз, бір қимыл жасаңыз деп тұр. Нағыз көшбасшының шешендік өнері осында тұр дейді. Мимика дегеніміз түр әлпеттің өзгеріп тұруы, әр сіздің айтып отқан тақырыбыңызға. Түсіндіңіз ба? Мысалы, сіз тозақ жайында бір нәрсе айтуыңыз мүмкін. Ол кезде сіз күліп тұрып, құрмет жамағат, ертең азапталамыз десеңіз, ол сәйкес келмейді. Дұрыс па? Егер күнә жасасақ деп тұрсаңыз, мына бет әлпеттің өзгеруі үлкен мән береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, жауынгерлерді, сахабаларды дайындаған кезде сахабалар пайғамбарымыз сипаттайды. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның беті қызарып кететін дейді. Жүзі қызарып тұрып сөйлейтін дейді. Дауысы көтеріңкі болатын дейді. Елестете беріңіз. Өйткені ол соғыс алаңында күліп әңгіме айта алмайсыз. Ол жерде жұмсақ сөйлеуге жараспайды ол жер. Түсіндіңіз ба? Әр жерде өзінің тақырыбы болады және соған сай мимика жасалады. Түр әлпетінің, көз, қабақ, бұның бәрі әсер етеді. Сондықтан осымен де жұмыс істей білуіміз керек. Жәннат туралы айтып жатсыз. Күліңіз, қуантыңыз, әбшир. Қуанта біліңіз. Ал егер ауыр азаптар, үлкен күнәлар айтылып жатса, онда қуануға болмайды. Өйткені сіздің мимикаңыз арқылы адам, сіз қалай мимика жасайсыз, солай қабылдайды ол. Сөздік қорыңызда қанша сөз болса, сөйлегенде және көз бен жүзіңізде соншалықты шешендік өнер болу қажет дейді. Түсіндіңіз ба? Яғни сіздің қанша сөздік қор сөйлесеңіз, сіздің мимикаңыз бүкіл осын соншалықты көп болу керек деген сөз ғой. Дикция, артикуляция мәселесі. Сөзді анық, дұрыс айту, бұл өте маңызды. Әрбір әріпті дұрыс шығару, бұл өте маңызды. Сол үшін мына арнайы оқулар бар. Әріпті, дыбысты, дауысты жаттықтыратын. Әр әріпті өзінің махражынан, сіздер енді тәжвидтен өтесіздер ғой, махраж деген тақырыпты. Оның ішіндегі махраж толық сізге көмек бермейді. Сифатул хуруф дегенді оқысаңыз, яғни әріптің сипаттамасы, әр әріптің өзінің сипаттамасы бар. Ол әріп қалай дыбысталу керек, қалай шығу керек. Сондықтан сөзді сөйлеген кезде әріптер тұнық, нақты шығу керек. Сосын мына дауыс, дыбыс ырғағы дейміз. Дыбыс ырғағы бір қалыпты болмау керек. Мысалы, сіз басынан басып, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, құрметті мұхтарам жамағат деп бас дауысыңызды қатты көтеріп, соңына дейін уағыз біткенше бір қалыпты жоғары дауыспен сөйлей беретін болсаңыз, халық басында сіз тыңдауы мүмкін, аяғына қарай тыңдамайды. Неге? Өйткені сол жоғары тұрған дауысқа құлақ үйренеді де, ол жалықтырады. Немесе уағызыңыз төмен дауыспен басталып, құрметті жамағат, аман сенсіздер ме деп төмен дауыспен басталып, соңына дейін сол төмен дауыспен бір сарынды болып өтсе, ол да өтпейді.
Даусыңыз бірде көтеріліп, бірде түсіп тұру керек. Кейде сіз соншақ деңгейге апаруыңыз керек, маңызды мәселені айтатын кезде әсіресе көтеріңіз. Кейде түсіріңіз. Соншақты деңгейге дейін түсіруге болады дауысты, сыбырлауға дейін. Сонда сізді адам тыңдайды. Не болып қалды? Неге сыбырлап жатыр? Неге үн өшіп қалды? Бірден адамдар қарайды, не болып жатыр? Сол кезде сіз маңызды нәрсені айтасыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы нәрсені қолданған. Кейде тоқтаған. Сосын маңызды жерінде көтерген дауысын. Бұл өте маңызды тәсілдердің бірі. Сондықтан дауыс не болмау керек? Бір сарынды болмау керек. Адамның дауысында сөз таңдағаннан кем түспейтін шешендік өнер жатыр дейді. Сөз таңдағаннан кем түспейтін шешендік өнер бар. Дауыста. Бұл өте маңызды. Дауыс реттейтін, дауыспен жұмыс істейтін, дауысқа қатысты жаттықтыру жасайтын арнайы курстар бар, соған қатыссаңыздар. Яғни тым қатты жіңішке бір сөйлеп, адам жағымсыз болып кетсе, ол да болмайды. Кеуде тұспен сөйлеу деген бар. Төмен дауыспен. Жоғары алып сөйлеу деген бар. Жалпы нағыз оратор ауыстыра білу керек, адамға әсер беру үшін. Осы жерде бір маңызды мәселе тағы да, пайғамбарымыздың алдында, саллаллаху алейхи ва саллям, сахабалардың сөйлеген кезде, сіз сахабаларды сөйлетесіз. Сонда сахаба айтты: «Я Алланың елшісі, уа Алланың елшісі, жәннатқа кіргізетін бір амалды айтыңызшы. Осындай темппен сіз сөйлеуіңіз керек, төмендетіп». Неге мен бұны айтқым келіп тұр? Өйткені сахабалар ешқашан пайғамбарымыздың дауысынан жоғары дауысын көтермеген. Себебі Алла Тағала Құранда не деген? «Ла тарфау асватакум фауқа саутин наби». Пайғамбардың дауысынан жоғары дауыстарыңды көтермеңдер деп айтқан. Сондықтан сахабалар дауыстарын істемейді, пайғамбарымыздың алдында көтермейді, ақырын сөйлейді. Мен бұны не үшін айтып отырмын? Бір жерде біз бір шәкіртіміз бір қойылым көрсетіп отыр. Сонда жаңа сахабаның пайғамбардың алдында сөйлеген сөзін былай келтіреді: «Уа Алланың елшісі, уа Расулалла» деп жаңағы. Сосын пайғамбарымыздың сөзін келтірген кезде ақырын сөйлейді. Ана жерде тыңдап отсаңыз дауыстан, сахаба айқайлап тұр, пайғамбарымыз ақырын сөйлеп тұр. Сіз сахабаға кір келтіріп отсыз. Сахабалар олай пайғамбардың алдында айқайламаған, дауысын көтеріп сөйлемеген. Түсініңіз ба? Сондықтан осындай мәселелерге де үлкен мән беру керек. Дауыс жеткізу мәселесінде сахабаларды сондай бір дөрекі сияқты көрсетпеу керек дауыспен. Сөйлеу жылдамдығы. Енді сөз сөйлеген кезде орташа темп ұстану керек. Бір адамдар болады, жылдам-жылдам сөйлейді. Жылдам-жылдам сөйлейді. Сол үшін ол жылдам сөйлейтін адамдар ақпаратты да жылдам қабылдай алады. Енді бір адамдар бар, ол сезімтал адамдар. Олар әр сөзді, әр әріпті, мағынасын түсініп, ондай адамдар әр нәрсені ұстап біліп барып, сезініп көргісі келетін адамдар болады. Ондай адамдар көбінесе баяу сөйлейді. Ал сіздің алдыңызда, сіз мысалы жұма намазында уағыз айтып тұрсыз. Әр түрлі адамдар отыр. Әр түрлі жастағы адамдар. Мысалы айтайық, мен былай деп айтам. Халықтың алдындағы сөйлеу тұрғысынан ең ауыр жер ол жұма намаз. Неге? Немесе айт намаз. Неге? Өйткені жұма намазында байда кедейде бар. Оқығанда, оқымағаны да бар. Дұрыс па? Білім бар, білімі жоқ адамдар бәрі бар о жерде. Және ішінде жасы кіші балалар да бар, орта жастағы адамдар бар, және кімдер бар? Қарт адамдар да бар. Ал сенің әңгімең олардың әр қайсысын қызықтыру керек. Бір айтқан сөзің жас баланы да қызықтыру керексің, үлкен кісіні де қызықтыру керексің, орта жастағы адамды да қызықтыру керексің. Дұрыс па? Ал мысалы студенттер мысалы айтайық.
Мына жерде қазір студенттер отыр. Ең жеңіл. Өйткені бәрінің жасы бір. Сондықтан сол деңгейдегі сөз сөйленеді. Оңай. Ал жұма намазында олай емес. Сондықтан сіз жұма намазын сөйлеген кезде, сіз жасқа да, мысал айтайық, Құран оқу жайында. Мысалы, Құран оқудың артықшылығын айтып отырсыз, иә? Сол кезде сіз айтасыз. Ол жерде Құран оқу білетін адам бар, Құран оқу білмейтін адам бар, Құран мүлдем арабша түсінбейтін адамдар бар. Дұрыс па? Құран оқудың артықшылығын айтып отырсыз, сонымен кетіп қалсаңыз, ол болмайды. Ана Құранды мүлдем оқу білмейтін, арабша мүлдем хат танымайтын адам, мен не істеймін енді деп тұрады да ішінен. Сол кезде оған да қатысты бір нәрсе айтып кетуіңіз керек. Болмағанда Құранның бетін ашып қарасаңыз, ол да сауап. Болмағанда Құранның бетін ашып аудармасын оқысаңыз, ол да үлкен сауап деп қойсаңыз, анағанда бір мүмкіндік бердіңіз да. Түсініңіз ба? Оның да деңгейіне істедіңіз сіз. Айтпайсыз сіз өзіңіздің деңгейіңізде сөйлеп отырсыз. Бір әріп арабша оқысаң, бір әріп үшін 10 сауап, екінші әріп 10 сауап деп жаңа айтасыз ғой. Мықты оқитын болсаңыз, пайғамбарымыз айтқандай, періштелермен бірдей деңгейде боласыз деп. Ол жарайды, бұл имамның айтып отқанын бәрі Құранды арабша оқу білетіндерге қатысты. Мен енді оқу білмеймін ғой. Мен арабша хат танымаймын. Мен не істеймін деп отырады ана жерде бұрышта байқұс. Сондықтан сіздің әңгімеңіз барлығына не болу керек? Жарамды болу керек. Сол үшін сөйлеу жылдамдық, бұл өте маңызды осы жерде. Орташа сөйлеуіңіз керек. Асықпау керек. Асық сөйлемеңіз. Ол адамдар жалықтырады. Тым қатты созып, әрбір сөзді созып, Құдай қаласа келесі жұмада аман, есен, жолығайық деп тұрсаңыз, тез бітірсек бұл кісі деп тұрады ішінен. Орташа. Сол үшін мына дыбыстарды анық шығару үшін жаңылтпаштар жаттап, сол жаңылтпаштарды көп айту керек. Сонда дыбыс анық шығады, сөз анық шығады. Ол үшін бірінші сіз жаңылтпашты ақырын, асықпай айтып үйретуіңіз керексіз өзіңіз. Бірінші түсіну керек мағынасын. Сосын орташа темппен сөйлеуіңіз керек. Одан кейін барып не істеуіңіз керексіз? Жылдам сөйлеуіңіз керек. Және әр сөз анық болу керек. Мына жерде көрінгенде арқада 6 арқар бар. Арқа деген жерде 6 арқар бар екен деген сияқты мағынасын түсініп алуыңыз керек. Түсіндіңіз ба? Қырқада 40 арқар бар. 40 арқарда ақ арқар бар, 6 арқада марқа арқар бар. Осыны орташа темппен сөйлеуіңіз керек. Осылай. Жаңылтпаш осы үшін керек. Дыбыстарды дұрыс шығару, сөздерді дұрыс шығару, ауыз қуысымен жұмыс істеу. Мысалы, еріндік дыбыстар бар, езулік дыбыстар бар, ашық дыбыстар бар дегенде, осының барлығы үлкен өзіндік әсерін береді. Кідіріс техникасы бұл өте маңызды. Кідіріс. Тоқтамай сөйлей беру, ол сіздің мықтылығыңызды білдірмейді. Кідіріс. Бұл өте маңызды. Адам тоқтамай сөйлей берсе, жалықтырады. Сол себепті арасында кідіріс жасау керек. Бағана мысал айттық қой, сіз аятты айтып келдіңіз да, тоқтайсыз. Сосын бап жалғастырасыз. Неге? Өйткені адам сол мезетте ойланады. Ойлануына оған мүмкіндік беру керек. Үзіліс жасаған болсаң, ұзақ ұста. Үзіліс жасап тұр. Тыңдаушы сол мезетте ойланады дейді. Yani сөйлеп тұрған кезде арасында тоқтап. Неге? Ол нені білдіреді? Демек, адам шынайы өзінің ойымен сөйлейтін болса, ол тоқтап сөйлейді. Үзіліс жасап тұрып сөйлейді. Ал бір нәрсені жаттап алған адам, ол тоқтамай сөйлейді. Түсініңіз ба? Бірден тоқтамай сөйлеп отқанына қарасаңыз, айтасыз, бұл кісі жаттап алған екен дейсіз. Ал өзінің ішінен шынайы шығарып отқан сөз шынайы шыққан адам, ол тоқтап, өйткені әр сөзінің арасы өзі де ойланады. Ойланып барып сөйлейді. Интонация. Бұл өте маңызды. Адамның санасында мына интонация, дауыстың қалай шығуы,
қандай деңгейде шығуы бұл өте маңызды. Бағана біз пайғамбарымыздың алдында сахабалардың қалай сөйлегенін айттық қой. Сол нәрсені дұрыс жеткізе білу. Өйткені адамның санасында сөздің өзі емес, сол сөздің қандай интонацияда айтылғаны есте қалады. Түсіндіңіз ба? Қандай интонация? Сол үшін сөйлеген сөздің мәні үн арқылы қонады. Үн арқылы. Оның мағынасы сіздің үн арқылы құлаққа енеді. Сондықтан дұрыс үн арқылы сөздің мәні адамдардың есінде мәңгі сақталады. Егер сол сөзге дұрыс үн табылған болса, ол есте қалады. Бұл өте маңызды мәселелердің бірі. Сөздің үні адамды мойындатады, сеніміне кіргізеді. Сол себепті осы нәрселерге біз үлкен көңіл бөлуіміз керек. Бұл өзінің үлкен бір әсері бар адамдарға. Негізгі мәселе сөзде ғана емес, негізгі маңыздылық айтылып жатқан сөздің үнінде. Қалай айтылып жатыр ол сөз? Қандай үнмен айтылып жатыр? Деген мәселе ғой. Әзіл бұл да бір арасында керек нәрсе. Жалпы адамдарға әзіл дей білу, арасында бір сондай бір әзілге қатысты бір сөзді тастап қою, бұл адамдарға жеңілдік сыйлайды, еркіндік сыйлайды. Сол себепті күлдіре білу адамдарға ең жақын жол. Олардың жүрегіне баратын ең жақын жолыңыз күлдіре білсеңіз. Күлдірем деп қалжыңбас болмау керек, бірақ тым қатты қалжыңбас болып кетпеу керек. Сөздің үні бұл мәселе оқылы. Адамдарды оқытқаннан гөрі оларды күлдірткен көбірек ұнайды. Ол рас. Адамдарды күлдіртсең, ол көбірек ұнайды. Ал оқытам десең, ол ұнамайды көбіне. Сол себепті осы орайда мен бір сурет қойдым. Бұл сурет біздің қоғамда қазіргі таңда халықты өзінің бір ұтымды әзілімен, жарасымды әзілімен десек болады, халықта жеңіл сөйлеу арқылы көбінесе жастардың көңіліне шыға білген бір имамның суретін қойдым. Тамашалаңыздар. Білесіздер ғой, көпшіліктің алдына шыққан кезде қалай сөйлейді, қалай сөз тауып күлдірте біледі, жеңіл әзіл айта біледі, өзінің дәл уақытында әзілін таба білгеннен кейін халық бірден қабылдады. Бірден. Қазіргі таңда әсіресе жастарға осындай нәрсе ұнайды. Күлдірткен ұнайды. Күлдіртемде бірақ жаңағыдай жеңіл әзіл, жеңіл әңгіме болып кетпеу керек. Енді әрбір халықтың алдына шығатын кезде, уағыз айтатын кезде ең маңызды нәрселердің бірі ол дайындық. Осыны ұмытпаңыздар. Дайындық деген нәрсе өте маңызды. Сол дайындықтың ішіне мақсатты алға қоя білу керек. Сіздің мақсатыңыз не? Не айтасыз? Сіз не нәрсені жеткізуіңіз керек? Соған негізгі назарыңыз соған қойыңыз, сосын барып сөйлеңіз. Түсіндіңіз ба? Мысалы, халықтың алдына шығар алдында сіз не нәрсені мақсат еттіңіз, сол мақсатыңызды анықтап алыңыз бірінші, сосын барып сөйлеңіз. Әсіресе мысалы тойда, немесе басқа да бір жиындарда, конференцияда, қай жерде болмасын, сіздің негізгі мақсатыңыз анық болу керек. Мақсатыңыз анық болмаса, сіз әр нәрсені айта беретін боласыз. Сосын не нәрседен бастап, қай жерде тоқтау керек екенін ұмытып қаласыз. Сосын әңгіменің басы басқа басталады, аяғы мүлдем басқа тақырып болып кетеді. Неге? Өйткені мақсат жоқ. Сондықтан мақсат өте маңызды. Сөздік қор дамыту керек, міндетті түрде. Сөздік қор жинау үшін кітап көп оқу қажет. Ол өте маңызды. Кітап көп оқу. Қазақ тіліндегі кітаптар. Өзіңізге қажетті қазақ тіліндегі кітаптарды оқу керексіздер. Енді сіздер дін маманы болғаннан кейін, әсіресе діни кітаптар көп оқу керек. Әдеби кітаптар көп оқу керек. Қажет кезде романдарды оқыңыздар, поэмаларды оқыңыздар. Бұл өте сіздің сөздік қорыңызға үлкен өзінің әсерін береді. Неге бұл қажет деп отыр? Өйткені паразит сөздерден ауырылу қажет. Сіздің паразит сөздер деген болады. Халықтан шығасыз. Құрметті мұхтарам жамағат, бүгін яғни біздің тақырыбымыз, яғни
бауырмалдық жайында болады. Осы бауырмалдық дегеніміз, яғни қандай паразит сөз байқадыңыз? Яғни. Немесе кейбір бауырларымыз сөйлеген кезде, енді менің айтайын деп тұрған тақырыбым, бүгінгі енді тақырыбым осының барлығы паразит сөздері. Бұл халықты жалықтырады. Осыдан арылу үшін не істейсіз? Мысалы, бір тақырыпты алыңыз, оқыңыз, сосын өзіңіз бір диктофонға жазыңыз. 2 минут, 3 минут, 5 минут жазыңыз әңгімеңізді. Сосын жазып болғаннан кейін өзіңіз тыңдаңыз. Қай сөзді сіз көп қайталайсыз? Соны алып тастауға тырысыңыз. Өшіріңіз. Сөздік қорыңыздан аз қолдануды үйреніңіз солай. Өзіңізді өз сыртыңыздан тыңдай білу керексіз. Бұл өте маңызды. Сондықтан қазақ атам не дейді? Көре-көре көсем боласың. Сөйлей-сөйлей шешен боласың дейді. Бұның бәрі тәжірибемен келеді. Тәжірибемен. Сөйлей алмайтын адам жетістікке жете алмайды. Сөйлей алмайтын адам жетістікке жете алмайды. Ол мейлі мұғалім болсын, мейлі ол сатушы болсын, мейлі ол отбасылық қарым-қатынаста болсын, жалпы сөйлей алмайтын адам жетістікке жете алмайды. Сөйлей алу керексіз. Сонда сіз ғана жетістікке жетесіз. Мына бір сөзі қараңыздар. Жандарбек Бұлғақ бауырымыздың айтқан, бір ақын бауырымыздың айтқан сөзі: болам десең ақылы асқан тұлға, тырысқан жөн сөзіңді жақсартуға, керемет сөз сөйлеудің құпиясы керек емес сөздерден бас тартуда дейді. Керек емес сөздер дегеніміз, яғни жаңа паразит сөздер, көп қайталана беретін сөздер. Содан бас тартыңыз деп тұр. Олай болса, қысқаша бір бүгінгі айтқан тақырыбымыздың қорытындысы сыртқы келбет дедік. Сыртқы келбет қалай болып дедік? Мына сыртқы келбетіңіз. Мысалы, халықтың алдында сіз ақ шапанмен шығу керексіз дедік. Бір тонды, әр түрлі жаңағы ою бар, оюға қапталып кеткен шапан кимеңіз. Сіз бір циркач емессіз. Сіз салмақты адамсыз. Сіз ұстазсыз, сіз имамсыз, сіз дін маманы салмақты киім кию керек. Әрлі түрлі түсті болмайды. Өйткені ол сізге қарамайды адам. Сіздің ана киімдеріңіздің ана оюларына, сол жаққа қарай көз сол жаққа кетіп қалады, назар. Соны ойлап тұрады, ана жері мынандай екен, мынандай ою, мынандай екен деп. Түсініңіз ба? Костюм шалбар киіңіз. Мына ақ көйлек деген жалпы ақ түсте дедік. Негізі ақ көйлек кез келген киімнің реңін ашады. Ақ көйлек. Кез келген киімнің реңін ашады. Кез келген костюмның реңін ақ көйлек ашады. Ал енді костюміңіз бір түсті, қара түсті, көк түсті, сұр түсті деген сияқты бір түсті болу керек. Ол салмақтылық, ол сенімділікті ұялататын бір үлкен бір факторлардың бірі. Сыртқы келбет. Мына шаш. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шашы ипа-типа болып тұрған бір адамды көріп не деп айтқан пайғамбарымыз? Мынау шашын басатын бір затты таппады ма дейді. Соны сахабалар барып айтады, пайғамбарымыз айтып жатыр саған, ескерту жасап жатыр дейді. Жаңағы адам кейін шашын жөндеп келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мына бір сөз айтқан: сендердің осылай жүргендерің жақсы емес пе? Шайтанға ұқсағандарынан гөрі дейді. Демек, шаштың қалай болып тұруы, жинақы болмауы, ол шайтанға ұқсау дейді пайғамбарымыз. Көрдіңіздер ме? Сондан шаш жинақы болу керек. Мейлі ол сіздің шашыңыз қысқа болсын, мейлі ұзын болсын, маңызды емес. Жинақы, жарасымды болу маңызды. Пайғамбарымыз шашын тарап тұратын әрдайым. Керек болса майлайтын пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Тіпті пайғамбарымыз Айша анамыз айтады, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям үйден шығардың кезде есік алдында тұрған шелектегі суға қарап шашын жөндеген дейді. Енді бір сөзі бар пайғамбарымыздың: кімнің шашы бар болса, оған құрмет көрсетсін дейді. Шашқа деген құрмет не деген сөз ол? Күтіп жүру, күтіммен қарау деген сөз. Сондықтан сыртқы келбет өте маңызды. Одан кейін түзу тұру, халықтың алдында түзу шығу. Жаңағындай бір жағыңызды қисайып алып, әңгіме айтып тұрсаңыз, ол өтпейді. Түзу.
кеудеңіз шығыңқы, түзу. Екі аяқтың орналасуы, жаңа айттық біз. Тым қатты алшақ болмау керек, жинақы болмау керек. Иә? Орташа. Қолдың тұсы. Еркін тұру керек. Қол. Одан кейін мәселе көз байланыс. Міндет түрде көз байланыс ұмытпаңыз. Әр адамға қарап тұрып, көзіме қарап, содан болып сөйлеңіз. Сол кезде ол сіздің сөзіңіз өтімді болады. Жестикуляция, қол, мимика, дикция, сөйлеу жылдамдығы, сөзіңіздің жылдамдығы, бұның барлығы өз орнымен болу керек. Кідіріс жасай біліңіз, бұл өте маңызды, ұмытпаңыздар осыны. Арасында тоқтап сөйлеңіз. Міндетті түрде. Асықпаңыз. Интонация, әзіл және сөздік қор. Осының барлығы бізде бойымызда болса, осыны дұрыс атқара білсек, дұрыс орындай білсек, онда сіздің тақырыбыңыз ашылады, сізді халықты ұнатады, және сіз негізгі мақсатыңызға сол кезде ғана толық жете алатын боласыз. Алла разы болсын баршаңызға.